Қалайсыңдар ағайындар? Жаңа сот отырысынан шыққаннан кейін өзім TikTok парақшамда қарадым. Мен үшін оқырмандарымның жауаптары, олардың пікірлері жазған мен үшін маңызды. Сосын бір кісі жазып өтті, Маңғыстау сізбен қалай хабарлассақ болады деп та. Негізі мен TikTok парақшамда өзімнің номерім жазылып тұр ғой. Бірақ мына кейбір үлкен адамдар сол парақшаны қарай алмайды, білмейді да, сосын номер сұрайды. Енді сондай үлкен адам шығар деп ойладым да, бірден номерімді парақшама жазып жіберіп едім. Ұялы телефоныма бір үлкен шашы ағарған, өмірдің біраз қиыншылықтарын көрген, өмірді еңсерген ағамыз хабарласып тұр. Содан сразу бірден алып WhatsApp арқылы бейнекамерамен сөйлестік. Сонда мына ағамыздың айтып тұрғаны, бұл ағамызбен танысып келгенде, бұл менің аты жөнімді білмейді, тек Маңғыстаудан деп ойлап жүрген ғой. Сосын мен айттым, менің есім Маңғыстау, өзім Маңғыстауда Жаңаөзен қаласында тұрамын, Ақтауда Жаңаөзенде тұрамын деп ескертті, айтып өзімді таныстырдым. Бұл ағамыз Талғар қаласында тұрады екен, Талғарда. Сосын мен сенен бір кеңес алайын деп едім, енді деп жатыр ғой. Сосын аға, енді айта беріңіз, қандай кеңес деп сұрадым ғой. Сонда бізде действительно да, мына адамдарға дейтін бар ғой, тіпті бар ғой, қалай айтарымды білмеймін. Ағамен сөйлессем айтады, мектепте бір андай завхоз болып жұмыс жасайды екен. Соны дейді, мына ағаның өзінің алатыны зарплатасы 70 мың теңге. Сосын бұлар мектепке газ қосылған дейді. Газбен жылынады, газбен не қылады. Соны бір күні мектепке 108 тонна дейма солярка келіп тұр дейді. Солярка. Мен айтам дейді, сен завхоз ғой бұл. Мен мынаны қабылдамаймын деп айттым дейді. Мен неге қабылдаймын? Бізде газ қосылып тұр. Ар жағы сыбайлас жемқорлықта өтіріктен қол қойдырады да, мына солярканы сатады дейді. Мектеп директоры қол қой деп айтты, накладныйға қол қоймаймын. Директорге сразу айттым дейді, қол қоймаймыз. Неге қол қоямын? Біз мектепке газ қосылып тұр, газбен жылынады. Бізге солярка не керек? Бұл бизнес деп айттым дейді. Сонда директор айтады, біз жұрттың бизнесін не қыласың? Қол қойып жіберші дейді. Тыңдаған жоқпын дейді. Сосын жаңағындай орталық өздерінің білім басқармасына ма, департаментіне алып барады. Сол жерде Үшкемпіров деген әйел дейді, фамилиясы Үшкемпіров дейді. Ана Үшкемпіровтерге қатысы жоқ дейді, ағадан сұрадым мен. Мынаған қол қой, сен біреудің бизнесін не қыласың деп айттым. Мен қол қоймаймын деп айттым дейді. Қол қоймасам жұмыстан боссың деп айтты. Жұмыстан мен шығарам дейді. Сөйтіп 1-2 жылдай болды дейді. Мені қудалап жұмыстан шығарғысы келеді дейді. Мен ерегесіп жұмыстан шықпаймын деп дейді. Бірақ соған қарап отқан менің ешқандай нем жоқ дейді. 70 мың теңге қарап отқан күнім жоқ дейді. Оның 70 мыңнан мұқтаж емес дейді. Просто ана жас адамдардың маған сөйтіп солай жасап отқанына мен намыстанамын дейді. Мен арланып отырмын дейді, інім дейді. Маған қандай совет бересің дейді. Президентке де жаздым, антикоррупционный службаға жаздым, бірақ бәріне жаздым дейді. Барлығы бірге маған күледі дейді. Сен не істеп жүрсің деп айтады дейді. Не істеп жүрсің? Сенің ақшаң жоқ. Мектеп директоры айтады, бетіне открыть етқан, ашып тұр етқан. Сенің ақшаң жоқ, сенің қолың қысқа. Бұны біз осы жерден жауып тастаймыз деп айтты дейді. Сенің арызың ешқайда шықпайды деп айтты дейді. Көрдіңдер ме? Не болып жатқанын жалпы? Міне, Талғар қаласынан үлкен аға, шашы аппақ болған аға маған хабарласып тұр. Өмірді еңсерген бірнеше баланың әкесі, талай қиындықты да өмірдің ащысында тұщысында көрген. Өзі негізі мамандығы бухгалтер екен, есепші. Мен қол қоймаймын деген. Ол дұрыс айтады. Ертең күні мына шеті бір дұрыс адамдар келіп, анасының ақ сүтін адал емген адамдар келіп тексеретін болса, ол қылмыстық іс хищение болады. Қазақстан қылмыстық кодексінің 189 бабында көрсетілген өзіне тапсырылған мүлікті талан-таражға салу. Оны түбінен бастау керек. Не себепті соляркаға заявка берді мектеп? Не керек? Газ келіп тұр ғой. Ал бүйтіп осылай халықтың маңдай теріне төленген, налогына төленіп алынған солярканы осылай Талғар қаласының мектебінде сатып, заңсыз әкеліп сатып, бизнеске айналдырып, былай айтқанда мемлекетті тонап жатыр. Менің парақшама тіркеліңіздер, YouTube каналыма тіркеліңіздер. Мен осы YouTube каналымда, осы TikTok парақшамда YouTube каналының сілтемесі бар. YouTube каналыма тіркеліңдер, алда уақытта қандай оқиғалар болып жатқанын салып отырамын. Лайк басыңдар, пікір қалдырыңыздар.
Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Бүгін 5-ші күн жұма қабыл болсын. Алдағы демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Мен бұйырса ертең Алла қаласа, әуелі Алла, ертең аман болатын болсақ, жоғалған жігітті іздеуге өзім атсалысатын боламын, және осы парақшама жүктейтін боламын. Рахмет бәріңізге.